Баршаңызға сәлем, құрметті менің көрермендерім, қалдарыңыз қалай? Жазираның асханасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында ерекше қатпарлы самса, түйілуі ерекше самсаның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Егер де менің рецептерім ұнап жатса, видеомды соңына дейін көріп, комментария жазып, лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Қыздар, енді самсаның салмасына салатын заттарды айта кететін болсақ, міне мен жас қойдың етін қолмен турап алдым. Міне қара бұрыш дәмдеуіштер, қосатын дәмдеуіштер. Қандай дәмдеуіштер қосасыздар, ол өз қалауларыңызда. Мен енді 1-2 картошка қосып жіберейін деп тұрмын. Пияз, тұз. Мына майды, сары майымызды ол нанымызға жайғаннан кейін жағамыз. Соған қажет. Салмасына қажет заттар осы. Ал енді қамырына келетін болсақ, мен 500 грамм ұнды алдым. Енді ұнның тығыздығы әр ұндікі әрқалай болады. Сондықтан енді плюс минусы болады. Оны байқап көресіздер өздеріңіз. Міне жылы су, бір жұмыртқа, бұл жұмыртқаның ағын ғана қосамыз. Қамырға тұз. Ал қыздар, енді ең бірінші қамырды илеп бастайық. Қыздар, енді бисмиллах деп қамырды илейік. Мен жылы суға бір ас чай қасық тұзымызды салдым. Жұмыртқаның ағын бөліп алдым. Бисмиллах деп осы бірге тұзға қосып жіберемін. Тұзға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бисмиллах деп мен ұнымды осындай електен өткізіп алған дұрыс. Бисмиллах деп 500 грамм ұнды мен електен өткізіп алам. Қыздар, енді осы електен өткен ұнымыздың үстіне дайын жұмыртқаның ағы қосылған суымызды қосып, бисмиллах деп, енді ақырындап қамырымызды илей бастаймыз. Міне қыздар, осындай қамыр дайын болды. Столымызға жақсылап арасы жақсы біріккенше осылай қайтарып илейтін боламыз. Тығыздығы өте қатты емес, өте де жұмсақ емес, орташа. Енді осы иленген қамырымызды қазір 5 минут қанандай ыдыстарға салып тындырып, қайтадан бір қайтара илейтін боламыз. 5 минутқа демалған нанымызды мен енді мынандай 2 бөлікке бөліп, қайтарып, осылай қайтарып алып, қайтадан тұндыруға қоямыз. Бір 5 минутқа. Сіздер енді қыздар, мен демалдыруға қойған нанымызды ақырындап шығарып, енді осыны жаюға кіреміз. Онды себе отырып, алдымен жұқалатып аламыз. Қыздар, енді қамырды мынандай жұқалықта жайып алдым. Жақсылап осылай жайып аласыздар да. Енді мен майымды ерітіп алдым. Сары майға аздап малдың майын қосып ерітіп алдым. Малдың майы дегеніміз іші майды турап қатырылған май. Енді осыны нанымыздың бетіне жақсылап жағып шығамыз. Осылай жағып шығамыз. Бір кеп тегістеп. Осы май жаққан қамырдың үстіне екінші жайып алған қамырымызды бұлай үстіне төсеп аламыз. Осылай жақсылап төсеп, енді осы қамырдың үстіне де май жағатын боламыз. Қыздар, енді осындай май жаққан қамырымызды ақырындап осылай орап аламыз. Бұл енді қатпарлы қамыр болып шығады. Самсаға өте жақсы. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Өте жақсы шығады.
Енді осылай нығыздап аламыз да, былай қолмен қысып. Енді жақсылап осыны орап, осындай салған мешочектарға салып, холодильникке 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минутқа қойсақ, енді осыны холодильнигімізге 30 минутқа қоямыз. Қыздар, міне холодильниктен шыққан қамырымызды, міне қатпарлы қамырымызды осындай бөлшектерге бөліп, енді жая бастаймыз. Оқтаумен жайып, түйеміз. Қыздар, енді мен қамырды мынандай көлемде, мынандай қалыңдықта жайып алдым. Енді қазір мен салмасын салып, түйіп көрсетейін. Бұл түйісі бұл самсаның ерекше. Бісміллах деп қамырымызға ортасына салмамызды саламыз. Енді жақсылап бұлай бір-бірімен қосып біріктіреміз қамырды. Қараңыздар. Ендігі ерекшелігі бұның мынандай шпажка дейді ғой, осының көмегімен енді түйеміз. Бісміллах деп бұлай. Бұл бір енді өзінше түйілуі ғана ерекше. Қараңыздар, осылай түйіп аламыз міне. Қыздар, міне осылай әдемі қылып түйіп алдық. Енді осы дайын самсамызға жұмыртқаның сарысына мен бір ас қасық сүт қостым. Бетін бұлай әдемілеп майлап, пешіміздің табақтарына тізе бастаймыз. Мен енді сәндік үшін күнжіт дәнін бұлай аздап сеуіп шығамын. Қыздар, міне пешіміздің табағына салып алдық. Самсамызды бетіне күнжіт дәндерін септім. Енді 180 градусқа мен 30-35 минутқа қойып пісіріп алатын боламын.